Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздерге ыдыс жууға арналған ешқандай зияны жоқ осындай сұйықтықтың жасалуын көрсететін боламын. Көп затты да талап етпейді, ұзақ уақытты да алмайды. Ең бастысы адам ағзасына ешқандай зияны жоқ. Бірге жасап көрейік. Мен осы затты пайдаланғаннан кейін дүкендегі химияға толы өнімдерді пайдаланбайтын болдым. Ол үшін бізге керегі ыдыс, су, үккіш және қалдық сабындар. Ең алдымен қалдық сабындарымызды жұмсартып суға салып аламыз. Салып алғаннан кейін оны үккіштің үлкен жағымен өткізетін боламыз. Және ыдысымызға 700 граммдай су құйып, қайнатамыз. Қайнаған суға үккіштен үзілген қалдық сабындарды саламыз. Салғаннан кейін ұзақ араластырамыз. 4-5 минуттан кейін араластырғаннан кейін сабынымыз қоюланып, ішінде ериді. Өнімнің су сияқты сұйық болғаны да жарай береді. Таза қоспамыз дайын, кәдеңізге жарасын. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар.